бір әйел енесіне қатты ренжиді екен да. Сөйтіп бір өзінің еліндегі молдаға барыпты. Осы тегі мен енемнен бір жақсы қасиет көрмедім. Сол өлсе екен деп ойлаймын, соған бірдеңе оқып бересіз ба, мен бір сақтап жүрген алтыным бар еді, соны берейін деп. Мынаны әбден сұрап апты, қанша болды, қалай болды деп сұрап алғаннан кейін жақсы бір бөтелке су оқып берейін депті. Бірақ деп сен бұны күнде сезіп қоймасын, бір қасықтан тамағына қосып беріп отыр. Шайына ма, сусынына, тамағына бір қасықтан қосып беріп отыр. 40 күннен кейін енең кетеді. Бірақ соға дейін бір шарт бар депті. Сенен көр қоймас үшін енеңмен барынша жақсы қарым-қатынас сақта. Ұрысса үндеме, зертте енеңді. Асықпа жауап бергенде деп жаңа айтады. Бірақ 40 күннен кейін құтыласың дейді. Сонымен келін 40 күн болса шыдай салайыншы. 40 күнде нем кетіп баратыр деп, жаңа бір бөтелке суды алып кеп, күн сайын ебін тауып бір бөтелкені тамағына қосып беріп, бірақ қалған уақыттың бәрінде күліп, өткізіп жіберіп, сабыр қылып сөйтіпті. 10 күн өткеннен кейін жаңа енесіне ой түсіпті. Осы мен келінге неменеге тиісе беремей? Мына бейшараның еш жазығы жоқ, күледі, сөзімді өткізеді. Қой, мен де бұған бір сыйлық жасап қойын деп, жаңа енесі де сыйлық жасап, қонаққа барса тәттісін ала келіп, ана жаққа барса абысындарына келінін мақтай бастайды. 20 күн өткеннен кейін енесінің көзінде келіні шын жақсы. Енді келін ол шын жасап жатқан жоқ. Енем өледі, 40 күнге шыдайын деп жүр ғой енді ол. Бірақ енесі соған сеніп қап, мына келін жақсы болып шықты ғой деп, 20 күннен кейін бір тоқтысын сойғызып, ағайын туысқандарын шақырып, келін шай деп, келін мақтайды ғой сол жерде. Сонымен келінді ойлана бастайды. Менің енем мен ойлағандай жаман емес сияқты, жоқ әлде түзелді ма бұл деп, жаңағы ойланып өте бастайды. 10 күндей уақыт өтеді. 10 күннен кейін қараса, енесі екеуі күйеуінен бетер жақын болып кетеді ғой. Әңгіме. Енесін қимай қалады өлгенін. 30 күн беріп қойған судың. Бөтелкедегі су таусылға мынандай ғана қалған. 10 күннен кейін енесі өлейін деп тұр. Бірақ бұл енесін қимай жатыр. Сонымен жаңа молдаға жүгіреді ғой. Жылайды. Не болды? Молдеке, енем өлмесінші. Бөтелке таусылатын болды ғой. Жоқ, енді енем негізі мен өлсе деп ойласам, ондай адам емес екен. Анамнан бетер болып кетті қазір. Күйеуімнен көрсе енеммен жақынмын. Сонда молда, шының ба? Иә, шыным. Өлмесін ба? Өлмесін. Ондай болса мен де шынымды айтайын дейді ғой. Мен біреуге оқып беріп, біреуді өлтіретін ондай сиқырым жоқ дейді. Мен сен сол енесімен кішкене болса да бір дұрыс қарым-қатынас жасап көрсін деп, жай бір бөтелкедегі су беріп жібергем дейді. Ол кісі өлтіретін су емес дейді.